Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бір қиссадан мың қисса хабарын бүгін тағы жалғастырып келіп, сіздерді Мұса пайғамбардың заманына алып барғым келіп отыр. Құрандағы ұлы пайғамбарлардың бірі аталған және дара пайғамбарлардың бірі Каламулла деген атқа ие болған ұлы пайғамбар Мұса алейхиссалам. Мұса алейхиссаламның бір керемет бір жағдайы басында болған. Сіз бен бізге үлгі болатын бір үлгі қасиеті бар еді. Мұса алейхиссалам адам қайтыс болғанда зираттың басына барады. Зираттың басына барған кезде жалынзасына қатысып, түгел барлық іс рәсіміне қатысар еді. Содан кейін қазылған жерді көріп, сол қазылған жерді көріп, есінен танып қалады екен. Сонда көрген адамдардың барлығы таң қалып, Мұса алейхиссаламды өзіне келтіру мақсатында келмейді, біраз уақытқа дейін сөйтіп, оны табытқа салып, үйге алып келеді. Үйге келіп өзіне келгенде барлығы сұрайды екен: "Ай Мұса, сен қайтыс болған адамды көресің, сен өліп бара жатқан адамды көресің, бірақ есіңнен танбайсың. Неге қабірді көргенде, қазылған жерді көргенде талып қаласың?" дегенде, Мұса алейхиссалам айтқан екен: "Қиямет ақыр заман тап осы жерден басталады" деген екен. Сондықтан, құрметті ағайындар, көп адамдар осы нәрседен ғибрат алса екен дейміз. Мына зираттың басына барғанда, қабірдің, моланың басына барғанда өздерін ұстап, кішкене аз сөздерді азайтып, темекі шегуді қойып, мәдениеттілік болу, қияметті еске алатын нағыз жердің біреуі құлшылық, сауап жасап, Құран оқып, сауапты бағыштасақ марқұмдарға, екіншісі солардан ғибрат үшін алу үшін барамыз. Алла баршаларыңызға риза болып, дүниеден өткендердің иманы жолдас болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.